Ауғанстан билігіндегі Талибан ұйымы Иранға соғыс жариялағаны рас па? Енді Иран Ресейге әскери дрондар беріп, Украина қалаларын бомбалауға көмектесе алады ма? Сәлем, YouTube'та қарапайым экономика. Біз бүгін Ауғанстан мен Иран шекарасындағы қарулы қақтығыс жайлы және бұл даудың Украина мен Ресей соғысы арасына қалай әсер ететінін айтатын боламыз. 27 мамыр күні Иран менен Ауғанстан шекарасында екі ел әскерилері арасында қарулы қақтығыс болады. Желіде тараған видеоларға қарасақ, бұл қарулы қақтығыста тек автомат пен пулеметтер ғана емес, миномет те қолданылғанын көруге болады. Нәтижесінде екі ел әскерилері арасындағы қақтығыстан Иранның 2, ал Ауғанстандық Талибанның 1 жауынгері мерт болады. Дәл осы күні түнде Украина астанасы Киевте де тыныштық болмады. Түні бойы қауіп дабылы қағылып тұрды. Себебі Ресей әскерлері Украина астанасы Киевке ирандық Джахид деп аталатын ұшқышсыз ұшу аппаратыменен шабуыл жасаған. Украина қарулы күштерінің ақпараты бойынша олардың жалпы саны 54 аппарат болған. Украина мен Ресейдің соғысы және ресейліктерге Иранның қарулы көмек көрсетуі түсінікті. Алайда Ауғанстандық Талибанның Украинаға жәрдем беруін қалай түсіндіруге болады? Жоқ, бұл Украинаға көрсетілген көмек емес. Ауғанстандық Талибан ұйымы мен Иран әскерилерінің қақтығысы бұл жай ғана сәйкестік болуы мүмкін. Себебі даудың басы Дайрабайдың көк сиыры демекші, бұл даудың басы Азиядағы су проблемасынан басталды. Болашақта мемлекеттер, елдер әлем бойынша су үшін соғыс болады деп айтушы еді. Болашаққа нық қадам басып келеміз. Су үшін соғыс енді болашақта емес, бұл қазіргі реал. Ауғанстан тауларынан бастау алып, шекара асып, Ирандағы көлге барып құятын Гельманд деп аталатын өзенді тиімді пайдалану үшін 1973 жылы осы екі елдің арасында келісім орнайды. Ал бұл күнде сол келісім бойынша суды дұрыс бөлісе алмай отыр. Дау былай. Ауғанстан тарапын Иран жағы судың бойына жекелеген бөгеттерді заңсыз салды және суды шамадан тыс мол қабылдауда және Иранға әдейі су жеткізбей отыр деген айыптарды тағады. Ал Ауғанстан үкіметі бұл айыппен келіспейді. Онсыз да құрғақшылық бар, біз суды тек өз қажеттілігімізге ғана пайдаланамыз деп ақталады. Талибан ұйымы Иран әскерилеріне, оның шекара жасақтарына бұл өңірлерге келмеуін ескертіп, Тегеранға бірнеше рет ескерту де жіберген. Кешегі қарулы қақтығыста ескерсек, Иран әскерилері бұл ескертулерге құлақ аспаған тәрізді. Айта кеткеніміз жөн болар, Иран ресми түрде Талибанды және Ауғанстанды мойындамайды, яғни Ауғанстанды мемлекет деп санамайды. Ал Талибанды оны басқарушы топ ретінде көрмейді. Олардың таратқан ақпараты бойынша Талибан бұл тек қана қарулы бандалық топ. Қызығы да сол, бұл Ауғанстандық Талибан ұйымы Қазақстанда оның жұмысына тыйым салынған. Ал жаңалықтарда осы қарулы қақтығыс жайлы қарулы қақтығыс болды деп айтылған жоқ. Қазақстанда тыйым салынған Талибан ұйымы Иранға соғыс жариялады деп айтылды. Өздері Ауғанстанмен, яғни осы Талибан үкіметімен жылына $600 миллион сауда жасасады. Және одан бөлек екі ара кездесіп, біріне бірі барып тұрады, қол алысады, амандасады. Алайда бұл үкіметті оның ұстанымын Қазақстанда тыйым салған ұйым ретінде түсіндіргісі келеді. Бұл қалай? Талиптер Иранға соғыс жариялады деген ақпарат қайдан тарады? Енді соны толықтап айтып кетсек. Дала командирлерінің бірі, Талибан әскерінің командирі Абдул-Хамид есімді командир былай деп сұхбат берген. Егер үлкендер қаласа, джихад жарияласа, біз Иранға соғыс жариялаймыз және Тегеранды оп-оңай басып алатын боламыз. Коррупцияға әбден батқан Иран Ислам Республикасымен біз америкалықтармен соғысқаннан да күштірек соғысатын боламыз деп айтқан. Яғни бұл жердегі егер үлкендер қаласа, джихад жарияланса деген жерін қиып тастап, біз Иранға соғыс жариялаймыз деген бөлігін ғана алып ақпарат ретінде көрсетті.
Ең қызығы да сол, егер Иран менен Ауғанстан арасындағы дау осыменен тоқтап қалмай, бұдан ары ушыға түсетін болса, Иран Ресейге қарулы көмек көрсетуін тоқтатуы да мүмкін. Себебі өзінің бар қару-жарақ потенциалын айдаладағы екі славян халықтарының бірін-бірі аяусыз бомбалауына емес, өзінің шекарасын қорғауға жұмылдыратыны айтпаса да түсінікті. Ал бұл жалпы Украина мен оның әскері үшін үлкен көмек болар еді. Шыр етіп дүниеге келе сала қолына қару ұстап өскен және әлемнің бірінші армиясы саналатын Америка құрама штаттарының әскерін елінен тырқыратып қуған Талибан әскері ирандықтарға оңай қарсылас болады деп айта алмаймыз. Иран әлемдік аренада аса сүйкімді ел емес. Қуатты, алайда диктатуралы, тоталитарлы ел болып саналады және санкциялардың құрсауында. Алайда Ауғанстандағы Талибан үкіметін де демократиялы деп айтуға келмейді әрине. Талибан үкіметі жаңа, аса күрделі басқару жүйесі. Талиптер мен Иран әскерлерінің қарулы қақтығысына дейін ақ, яғни алғашқы Иран дрондары ресейлік әскерлердің қолына тиіп, Украина қалаларын аяусыз бомбалаған сәтте ақ, Украинаның президенті Владимир Зеленский өзінің жақтастарына Иранға қарсы 50 жылдық санкция жариялауды ұсынған. Ол оны 6 пунктпен түсіндірген. Яғни 6 пункт бойынша санкция салуды мақсат еткен. Оның біріншісі Иран менен сауда байланыстарын, сауда-саттықты толығымен 100%-ға тоқтату. Және екіншісі ресурстар алмасудың, ресурстардың транзитін тоқтату. Ол мұнай, газ болса да. Үшінші, барлық ұшу және байланыстарын тоқтату, ұшақ байланыстарын. Төртіншісі, капиталдарын бұғаттау. Бесіншісі, инвестициялар құюды доғару, және оған тыйым салу. Алтыншысы, Ирандық барлық техникалық мүмкіндіктеріне, Иранның барлық жаңадан ашылып жатқан техникалық мүмкіндіктерге құқықтан айыру және оны пайдалану құқығынан айыру болып саналады. Егер де осы санкциялар толығымен 50 жылдық санкция қойылған жағдайда, Иранның экономикасы бұдан әрі құлдырай түседі және Украина қалаларын бомбалауға көмектескені үшін бұл лайықты жаза болады деп Зеленский айтқан болатын. Алайда бұған тұшымды жауап әлі де болған жоқ. Дәл қазір Ресейдің өзінің ішінде әскерилер арасында түсініспеушілік байқалады. Яғни күні кеше ғана Ресейдің астанасы Мәскеуде дронменен шабуыл жасалған, 3 тұрғын үйде жарылыс болған. Бұны Украина тарапы біз жасадық деп мойындаған жоқ. Дәл қазір Ресейде әскери топтардың саны көбеюде. Әрбір олигархтың, әрбір басшының, миллиардердің өзінің жеке әскери тобы бар. Қарулы, тіпті техникаменен, артиллериямен де жабдықталған кейбірі. Мұндай қарулы жасақталу әрине мемлекет үшін аса қауіпті, кез келген мемлекет үшін. Біз Ресейдегі әскери топтар, яғни ЧВК деп аталады, частный военный компания, жекеменшік әскери компаниялар жайлы видео жасаған болатынбыз. Дәл қазір экраныңызға шығып та тұрған болар. Міндетті түрде өтіп қарап шығыңыз. Ресейде қандай олигархтың, қандай әскері бар, олар бір-бірімен қандай жағдайға дайындалып жатыр. Міндетті түрде өтіп қарап шығыңыз. Ал біз сізбен қоштаспаймыз. Алдағы видеоларда кездескенше аман сау болыңыз дейміз.